Қайырлы күн қымбатты достар. Бүгін біз сіздермен дастарханға арналған өте әдемі, ерекше әрі дәмді болып шығатын тіке базарлар жасайтын боламыз. Менімен бірге дайындап, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз қоймақтарын дайындап аламыз. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. Оған тұз бен қант қосамыз. Қанттың мөлшерін көбейтсеңіздер, бізде тәтті болып шығады. Бізге қатты тәтті болмау керек қоймақтарымыз. Венчикпен немесе шанышқымен араластырамыз. Миксермен де араластырсаңыздар болады. Содан соң оған қопсытқыш саламыз. Және де електен өткізіп, ұнымызды қосамыз. Оның барлығын бірден қосып жібереміз. Жақсылап венчикпен араластырамыз. Бізде осындай қою масса шығады. Үстіне жылы сүтімізді барлығын құйып жібереміз. Енді осыны ақырын біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Басында қиын болуы мүмкін, бірақ бірден тез араласып кетеді. Содан соң бір ас қасық күнбағыс майын құямыз. Араластырамыз. Және де ең соңынан жылы суымызды құямыз. Осымен бізде қоймақтың массасы дайын болды. Енді пісіретін боламыз. Бізде мінекей осындай өте сұйық масса шығады. Қоймақ пісіруге арналған табамызды отқа қойып, кішкене күнбағыс майымен майлап жібереміз. Және де қоймақтарымызды құйып, қарапайым түрде пісіретін боламыз. Оттың асты орташа болып тұрады, сәл баяу болу керек. Шеттері тез қызарады, сол кезде осылай ақырын аударамыз. Қолмен немесе силиконды лопаткамен, ағаш қасықпен өзіңізге ыңғайлы жолмен аудара бересіздер. Бір жағы 1 минутта, екінші жағы 15-20 секундта өте тез піседі. Басында шеттерін осылай ағаш таяқшамен ашып аламыз, аударған кезде оңай ыңғайлы болу үшін. Барлығын дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Менің табамның диаметрі 22 см. Өзіңізде бар түрімен кез келген өлшемде пісіре берсеңіздер болады. Неге бізде қоймақтар дайын болды, өте жұмсақ болып шықты. Менің үнемі жасайтын рецептім осындай. Барлығы бізде 13 дана қоймақ шықты. Енді салмасын дайындаймыз. Бізге саңырауқұлақтар қажет, менде шампиньоны. Енді оның сыртын тазалап аламыз. Осылай бізде шетінен бастап ақырын пышақпен алатын болса, қабығы оңай ашылады. Жуғаннан көрі осылай ашыған ыңғайлы. Себебі жуғаннан кейін саңырауқұлақтардың сырты ыңғайсыз болып кетеді, турауға да, әрі оның сыртында лас, яғни микробтары көп болады. Сол себептен осылай қабығын ашып алған дұрыс. Барлығын осылай жасап аламыз. Неге бізде барлығы таза болып ашылды. Енді оны қарапайым кішкентай кубиктарға кесеміз. Өзіңізге ұнайтын кез келген саңырауқұлақ түрін қолдансаңыздар болады. Маған осы шампиньоны қатты ұнайды. Негізінде начинкасы, яғни салмасы өз қалауыңызша өзгертіп те салсаңыз болады. Егер саңырауқұлақ ұнамаса, оның орнына кез келген басқа көкөніс қоссаңыз да болады. Енді осы саңырауқұлақтарымызды күнбағыс майы мен сары май араласқан майда қуырамыз. Оттың асы орташа болып тұру керек. Осылай майын қыздырып алып, үстіне саңырауқұлақтарымызды саламыз. Жақсылап 5 минуттай қуыратын боламыз. Осы сәттегі саңырауқұлақтардың иісі өте керемет болып шығады. Өз қалауыңызша 1 дана пиязды көбекті кесіп, қасына бірге қуырсаңыз да болады, өте дәмді болады. Қуырып алдық, бөлек ыдысқа салып аламыз. Енді тауықтың төс етін турайтын боламыз. Оны да кішкентай көбектарға кесетін боламыз. Тауықтың төс етін мен алдын ала суда пісіріп, кейін тоңазытқышта кішкене салып алдым. Сол кезде езілмей, тураған кезде ыңғайлы болып туралады. Осылай алдын ала пісіріп алып, салқындатып қойсаңыздар болады. Барлығын дәл осылай жасап шығамыз.
және де тауықтың төс етін қарапайым кез келген өзіңізге ұнайтын ет түріне ауыстырсаңыздар болады. Бізде дайын болды. Енді ірімшікті үккіштің кішкентай жағымен өткізетін боламыз. Менде қарапайым моцарелла, кез келген өзіңізде бар түрін қолдансаңыздар болады, және де ас көкті осылай турайтын боламыз. Басқа да зелендерді қолдансаңыздар болады. Бізде барлығы дайын, енді барлығын араластырамыз. Алдымен тауықтың төс етін саламыз. Үстіне қуырылған саңырауқұлақтарымызды саламыз. Үккіштен өткен ірімшік. Ас көк. Және дәміне қарай тұз себеміз. Басқа да дәмдеуіштер салсаңыз болады. Және де майонез құямыз. Көз мөлшерімен дәміне қарай құятын боламыз. Шамамен 1-2 ас қасықтай кетеді. Жақсылап араластырамыз. Аз болса тағы да қосып араластырамыз. Бізде дайын болды. Енді жинайтын боламыз. Құймақтығымыздың ортасына шамамен 1-1,5 ас қасықтай осы салмамызды саламыз. Және де осы видеодағыдай етіп орайтын боламыз. Қарапайым түрде хинкали ораған сияқты орайтын боламыз. Енді бұны көк жуамен орайтын боламыз. Осылай байлап қоямыз. Егер де бұл болмаса, ірімшіктің ұзын түрімен, яғни сұлы көбіне ірімшігімен орасаңыз болады. Содан соң осылай әдемілеп қоятын боламыз. Егер де сізде екеуі де болмаса, онда қарапайым тіс шұқығыштың дәнімен түйреп қойсаңыз болады. Әдемілік үшін осындай көк жуамен қолдандым. Салмасын өз қалауыңызша өзгертсеңіз де болады. Өзіңізге ұнайтын көкөністермен толтырып, майонездің орнына қаймақ немесе балқытылған ірімшік салып, өз фантазияңызбен де жасауға болады. Маған дәл осы түрінде тауық еті, саңырауқұлақ және ірімшікпен өте қатты ұнайды. Барлығын дәл осылай оңай түрде жасап аламыз. Бізде дайын болды. Бірден жей берсеңіздер болады. Қараңыздар қандай әдемі, өте ерекше болып шықты. Сіздің отбасыңыз да, қонақтарыңыз да таңғалатын болады. Міндетті түрде жасап, өз ойыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі рецептерде кездескенше қош сау болыңыздар.